Әр түрлі жастағы көрермендерге арналған фильм. Күлдіргі тұрғындары шақырады сіздерді, қоңыраулар еліне. Қоңыраулы қаланың тұрғындары көңілді шақырады достықпен көркейтуге өмірді. Қоңыраулы қаланың тұрғындары көңілді шақырады сіздерді көркейтуге өмірді. Қоңыраулы қала. Қызық қуғандар. Айбетте. Аяқталды әйтеуір. Жалықтырып жіберетін киноны көрмегелі біраз болды. Іш пысты. Попкорн менің сүйікті асым. Жоқ, бұл түкке жарамайды. Қорқатындай дүние емес. Зәре құтыңды қашырады. Рас па, Ваня? Әлжуаз. Жалықтырған жоқ. Иә. Міне көрдіңдер ме? Үрей тудыратын кеш ертең болады. Жүріп кеттік беда Куржан. Саспенс жетпей қалды. Иә, Хичкок емес. Көтереміз, салып жібереміз, кинопроекторды алып жүреміз. Көмектесіп жатқаныңа рахмет беда Куржан. Кинон қиын екен. Қарай көр өздерін. Оларға бәрібір. Мереке алдындағы қуаныш жоқ. Көбелек. Үрей қорқыныштың сезімі жоқ. Мерекелі көрсетілім жайына қалайын деп тұр. Жазатын тақырып жоқ. Бірде бір оғаш, немесе үрей туғызатын жаңалық жоқ. Зәрем қалмады. Бедакур? Елес деген болмайды. Елестің болмайтыны дәлелденген жоқ. Елестің бар екені де дәлелденген жоқ. Яғни олар жоқ. Солай ма? Елуде елу. Не бар, не жоқ. Қайырлы түн. Елес деген жоқ. Болды. Жоқ. Не болып болды? Фрося, Не болды? сабыр ет, бәрі дұрыс болды. Фрося, айта бер, мен жазып жатырмын. Айт, айтатын несі бар? Қараңдаршы, жар құлағым жастыққа тимей. Мерекені ұйымдастырып жанымды салып жүрсем, әлі талай шаруа бітіру керек. Тамаша. Қане, көрейінші. Фрося, қозғалма. Тамаша, қане қозғалма. Мүмкін емес. Керемет, жаңалық деп осын айт. Жаңалық. Қараңғы түн жарығай, бұлғанды біз естілет. Қағып тұр біреу есік, батыл болсаң қане аш.
шындайсың неге сен? Білсіздікті қолыпты тығыл сақтан абайла. Есігіңді қағып тұр. Не жағдай осындай? Үрілдейді дауысың. Сал болады денеңде. Еңсең болат басында. Билет үрей бойыңды. Түнде есік қаққаны естіледі қаттырақ. Олай болуы мүмкін емес. Ой, сенбеймін. Желкеңді басатын темедағынан шай демдедім. Жоқ, байды сердетін сусын бер. Ол келмейінше мен көз ілмеймін. Ол мүлде келмеуде мүмкін. Ол жұрттың бәріне көрінген. Соны маған келгенде ғайып болып кетеді дейсің бе? Жарайт, ұйымдастырармыз. Керемет кездесуді. Қызық екен, елес деген қандай болады, а? Елес бәріңе мезі болды. Оған кәмпит керек. Ол мүмкін емес. Тамаша. Демал, тынығып ал. Елесі менің қуыршағым. Материал жеткілікті. Бүкіл қала дүрлігіп кетті. Құбыжықтар балының алдында керегі осы. Құбыжықтар бала. Кәмпит. Керемет. Жей ғой же, беда көршаным. Ваня үшін біреуін аванс ретінде бере аласың ба? Қалағаның болсын. Тек Ваняны қорқытпаймыз, ол артық. Ертең финал болады. Бүкіл қойылымның апофеозы. Сен құбыжықтар балында шығасың да, ұлайсың. Содан соң елес туралы бар шындықты жайып саласың. Бұл нағыз хит болады. Жарайды, жақсы. Мен кетейін. Халім мүшкіл болып тұр. Зорығып кеттім. Жақсы, кеттім. Елес келмейді. Келмегені қалай? Сағат түнгі 10 болды. Статистика бойынша елес кешкі сағат 8-9-дарда пайда болады. Жата беруге болады. Жатпаймын, тапқан екенсің. Босқа. Әуре болып дайындалып па? Мен қорқпайым деп сөз беріп, сол сөзінде тұруға барынша тырыспақтым. Керек десем, қарсы шығуға да дайын болдым. Жиналғаны. Қайда, не үшін? Мен бұдан артық делмаймын. Азаптанып, қорқып отырғанша, оны өзіміз іздеп тауып аламыз. Мен ешқайда бармаймын. Күтте берсем, зәрем қалмайды. Істің асырға шаптырмау керек. Ең мықты психологиялық көмек көрсету жұмысы іске қосылды. Сен түйсік тетігін өшіруді біраздан бері қалап жүрген дейсің. Алға! Түйсік тетігі. Болды. Міне, дұрыс болды айтпесе, тым ақыл көйсіп кетті. Қоңыраулы қалашығының тұрған жері қозғалыс датчигін іске қосу керек. Іздестіру радиусы 1 шақырым. Маған не көрінген? Не деген суық? Бойым мұздап бара жатыр. Қане отырып демалайыншы. Бұл не? Ваня ма? Ваня! Көмектес! Қаймылдаған нысан байқадым. Нысанға дейінгі қашықтық 700 метр. Әлде кеш емес, кейін шегінейік пе? Шегінбейік пе? Қайтай ма? Қайтпай ма? Кер қайтсам бекен? Қайтам! Ей, қайда кеттің? Кейін қайт! Қайт деймін, Темір! Ваня! Ей, зылбатпа, Темір, артпа, Темір! Жоқ, мен олай ете алмаймын! Жоқ! Ваня! Ай! Көзбен елестеп тұр! Ваня! Жоқ! Көзбен елестеп тұр! Жоқ! Елестеп тұр! Көзбен елестеп тұр!
сенбе мені. Жоқ, қайта мен сені. Аяғым барып көр менің тұса. Мен аны қолға түсірдім. Ауа жетпей жатыр. Ваня, бәрі дұрыс па? Дұрыс, мен елесті қолға түсірген сияқтымын. Әлде бедакорды ұстадым ба, түк түсінсе бермасын. Сен бедакуртта елесті де ұстап алдың. Сол, дәл сол. Әрі алып кетіңдер оны. Мұның бәрі бедакур ма? Елес жоқ ба сонда? Солай ғой деймін, иә? Онда неге сап-сары болып кеткен? Кәмпитті көп жеп қойған. Қозы қарын ондайда сарғайып кетеді. Достар, Котя, саған не болды? Бәріне мен кінәлімін. Газет шығаруға мақала жетпей жатқан. Киноны жақтырмадыңдар. Амал жоқтан, сосын мен жаңалық үшін, қала үшін бел будым. Сендерге айтып берем деп ойлағам. Бүгін мереке кезінде елес бәріңнің үрейіңді қашырған соң айтпақшы едік. Алдымен қорқытып. Содан соң шындықты айтпақшы едік. Табылған ақыл екен. Білем, мен дос деген атқа лайық емеспін. Кешіріңдерші. Өтінем, кешіріңдерші. Бұдан былай олай жасамай, уәде берем. Жарай ма? Жоқ. Я, бұл менің алғашқы селфи эфирім. Бүгін құбжықтары мерекесі. Қорқанынан есім шығып кете жаздап, бедакур болса, мандаринға айнала жаздаған. Солай-солай, Котяға кешірім беретін болдық. Мереке ұйымдастыратын адам керек қой. Хе-хе, әзіл ғой. Шын мәнде әзіл дейтін нәрсе емес. 90 ауыз сөзін тобықтайтыны қорқпаңдар. Құбыжық дегенді ойдан шығарған. Ол ойдан шығарылған нәрсе. Біраз тер төктім әрине, бірақ бәрін жеңдім. Сендердің қолдарымен келе ме? О, мерекелік көрсетілімде басталды. Фильм Қазақстан РТРК акционерлік қоғамының тапсырысы бойынша аударылып дыбысталған. 2017 жыл.